Бүгін техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына құжат қабылдау басталды. Түлектер оқуға екі тәсілмен 25 маусымнан бастап қағаз түрінде және 1 шілдеден бастап егов.kz порталы арқылы электронды нысанда өтінім бере алады. 9 сынып бітірушілер үшін құжат қабылдау мерзімі 25 маусымнан 18 тамызға дейін, ал 11 сынып бітірушілер үшін 25 маусымнан 20 тамызға дейін жалғасады. Шығармашылық мамандықтар бойынша 25 маусымнан 20 шілдеге дейін, педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша 25 маусымнан 15 тамызға дейін қабылданады. Орта буын мамандықтары мен қолданбалы бакалаврға түсушілер үшін оқуға қабылдау аттестаттың орташа балы негізінде жүргізіледі. Бағалап бөлу міндетті және бейіндік пәндердің орташа конкурстық балы негізінде автоматтандырылған ақпараттық жүйе арқылы жүзеге асырылады. Жұмысшы мамандығына түсетін түлектер әңгімелесу қорытындысы бойынша қабылданады. Педагогикалық, медициналық және шығармашылық мамандықтар бойынша оқуға түсетін түлектер арнайы және шығармашылық емтихандар тапсырады немесе әңгімелесуден өтеді. Оны колледждегі қабылдау комиссиялары жүргізеді. Оқуға түсушілер үшін конкурстар 19-25 тамыз аралығында, өнер және мәдениет мамандықтары бойынша 29 шілде 2 тамыз аралығында өтеді. Айта кету керек, талапкерлер құжаттарды бірден 4 колледжге 4 мамандық бойынша тапсырылады. Биылғы жылы мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша барлығы 145 мың түлекті оқуға қабылдау жоспарлануда. Бұл өткен жылдан 10 мың орынға көп. Сегодня открылся прием документов в организации технического и профессионального образования. Подать заявление абитуриентам колледжей возможно двумя способами. Бумажным в колледже с 25 июня и электронным через портал егов.kz с 1 июля. Для зачисления в колледж выпускники 9 классов могут подать документы с 25 июня по 18 августа, а выпускники 11 классов с 25 июня по 20 августа, по творческим специальностям с 25 июня по 20 июля, по педагогическим и медицинским специальностям с 25 июня по 15 августа. Для поступающих на специальности среднего звена и прикладного бакалавра зачисление будет производиться на основе среднего балла аттестата. Ранжирование проведет автоматизированная информационная система по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов. Выпускники, поступающие по рабочим специальностям, будут зачисляться в колледж по итогам собеседования. Выпускники, поступающие по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут сдавать специальные или творческие экзамены или собеседования. Они будут проводиться приемными комиссиями колледжей. Конкурсы для поступающих будут проходить с 19 по 25 августа, по специальностям искусства и культуры с 29 июля по 2 августа. Отметим, абитуриенты смогут подать документы сразу по 4 специальностям в 4 колледжа. Всего в новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов. Это на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом.